Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сметанниктің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек заттар: сары май, печенье, қант, қаймақ, жұмыртқа, ванильный сахар, кукурузный крахмал. Ең алдымен печеньені миксер арқылы үгітіп аламыз. Барлығын печеньеларды сындырып салуға да болады. Осылай үгітіп алдым. Үгітілген печеньенің үстіне сары майды салып, екеуін араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай болып шығады. Форманы алып, үстіне печеньені салып, тегістеп, дайындап қоямыз. Содан кейін қаймақты алып, бір ыдысқа құямыз. Үстіне жұмыртқаларды жарып, қаймақтың үстіне саламыз. Содан кейін қант саламыз. Кукурузный крахмалды саламыз. Ең соңында ванильный сахар саламыз. Барлығын жақсылап венчик арқылы араластырамыз. Осылай болып шығады. Форманы алып, печеньенің үстіне құямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Тоңазытқышқа 2 сағатқа қоямыз. Рецептім ұнап жатса, қолдау күтемін. Назарларыңызға рахмет.